синабоны дайындау үшін алдымен опара дайындап аламыз. Ол үшін жылы сүтке 1 ас қасық қант қосамыз. Дрожжи араластырамыз. 3 ас қасық ұн қосамыз. Жақсылап араластырып, бетін жауып, бетіне пенка пайда болып көтерілгенше жылы жерге қоямыз. Бір жұмыртқаға 2 ас қасық қант қосамыз. Тұз қосып, миксермен шайқаймыз. Еріген сары май қосамыз. Ванилин қосамыз. Сосын дайын опараны қосамыз. Он қосып, қамыр илейміз. Ыдысымызды зәйтүн немесе күнбағыс майымен жағып, дайын қамырды салып, бетін жауып, 2 сағатқа қоямыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Ол үшін жұмсақ сары майға тростниковый қант қосамыз. Корица қосамыз. Біркелкі консистенция болғанша араластырамыз. Енді дайын болған қамырымызды жаямыз. Начинкасын жағып, рулет қылып ораймыз. Енді бірнеше жерден бірдей қылдырып кесіп, ыдысымызға саламыз. Бетін орамалмен жауып, 15 минутқа қалдырамыз. Содан кейін духовкада 20 минут пісіреміз. Енді бетіне кремін дайындау үшін творожный сырға сахарная пудра қосамыз. Лимон шырынын қосамыз. Сүт қосып араластырамыз. Дайын болған булочкамыздың бетіне кремін жағамыз. Астарыңыз дәмді болсын.